Үшінші сабаққа қош келдіңіз. Помодоро техникасы қалай, сізге жақты ма? Күнтізбені толтырып жүрсіз бе? Google календарда қолдануда сізде қандай да бір қиындық туындады ма? Сіздердің сабақтың арасы өте алшақ болатын, мен сіздерге ең алғашқы кіріспе сабақта да ескертіп айтқан болатын. Сіз бұл уақытты тек қана келесі сабақ қашан шығады деген күтумен ғана өткізбей, берілген үй тапсырмасын, берілген жаттығуларды міндетті түрде орындаңыз. Сол кезде ғана сіз курстың аяғында жақсы нәтиже көрсететін боласыз. Жалпы үшінші сабақтың тақырыбы бұл жетістікке жеткен, танымал адамдардың күн тәртібі қандай және де олардың қолданатын техникасы қандай, сол туралы болады. Біз көбінесе ойлаймыз, бір жетістікке жеткен адам, оның уақытысы кейде көп деген жалған бір ой түсініктер қалыптасқан. Яғни, мысалы бір танымал блогер, әнші болса, бар бір ән айта салады, өте керемет, сөйтіп ақша тауып жүр, немесе біз сияқты тренерлер сабақтар жүргізсе, бір рет видеоға айтып бере салады, оны соны сата береді деген секілді. Ойлайды, біз жетістікке жеткен адамдардың уақытысы, яғни тек қана бір музасы болған кезде, тек қана бір шабыты оянған кезде ғана орындайды, қалған уақытын барлығын демалып, өзінің қалағанын істеп жүре береді деп. Жоқ, кез келген жетістікке жеткен адамның өзі әрбір минутын қатты бағалайды. Олар сіз көрінген айсбергтің суретте көріп отырғандай басын ғана көрсеңіздер, оның аяқ жағы әншілер күнде тренировка, тамағымен тренировка, әртүрлі әуендерді табу, жазу деген секілді істермен айналысады. Сондықтан тек қана шабыт келгенде жұмыс жасаймын, немесе шабыт келген кезде ғана бір нәтиже көрсетемін деген бұл жалған түсінік. Әрбір адам кейде бір нәтиже көрсету үшін тек қана бір түрлі нәрсе жасаудан басқа кәдімгі қарапайым күнделікті қайталанатын процестерді жасауға тура келеді. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Мысалы, белгілі бір ақпарат беру үшін, немесе сабақ беру үшін көптеген қаншама кітаптар оқимын. Кітап оқу көбісі, енді ол өте жағымды процесс, өте қажетті, керек процесс болғанымен, оның көбісі ішпыстырарлық деп есептейді. Себебі күнделікті кітап оқу, ол кейбір адамдар ішіп пысып кетеді, немесе бір оны аяғына дейін жеткізе алмайды, сондай бір қиындықтар туып жатады. Сондықтан уақытты тиімді өткізуде шабытты күтіп ғана ол дұрыс емес. Кейде қайталанатын процестерді жасауға тура келеді, және онда тұрған еш нәрсе де жоқ. Бұл мен қайталап жатқаным сіздердің бұл ұғымның болуына, яғни бұл процестің қалыпты жағдай екенін түсіну үшін қайталап айтып отырмын. Қайталанатын процестерді жетістікке жеткен танымал адамдардың барлығы ол онсыз да біледі, және олар онымен айналысқан. Бірақ дегенмен көпшілігінің ең басты бір ортақ нәрсесі бұл сонымен қатар бір уақытта бір нәрсені істеу. Маған көбінесе адамдар айтады, сіз жан-жақтысыз деп. Жоқ, мен оған келіспеймін. Енді айтады ғой, сіз өзін тануды да айтасыз, жылдам оқуды да айтасыз, яғни сіз жан-жақтысыз дейді. Және бір уақытта қаншама іспен айналысасыз деп. Мен оған келіспеймін, себебі тиімділікті арттырудағы ең маңызды заттардың бірі бұл бір уақытта бір нәрсені ғана істеу. Яғни, егер мен қазір видео түсіріп жатсам, мен тек қана ойым, барлық уақытым, немесе осы қазіргі сәт тек қана видео түсіргенге ғана арналған. Яғни мен қазір отырып алып сіздерге видеоны айтып, өзім ойыммен кітап оқу керек еді, ананы жіберу керек еді, отчеты бар деген секілді мүлдем басқа дүниеде болсам, онда менің сізбен бірге өткізіп жатқан уақытым онда тиімсіз. Сондықтан бір уақытта бір нәрсені жасау бұл өте маңызды, және керісінше сізді сол зат тапсырма немесе бір жұмыс істеу барысында көп жан-жақты фактілер сізге кедергі жасаса, онда ол фактілерден мейлінше арылуға тырысыңыз. Мысалы айтайын сіздерге, зерттеулер бойынша, егер сіз белгілі бір процесті істеп отырып, сіз бір 80% продуктивность дейді ғой, бір нәтиже беретін дәрежеге жеттіңіз делік, сол бір кітап оқу болсын, бір мақала жазу болсын, сіз сол мақаланы жазып отырып, сіздің телефоныңызға SMS келсе, сіз сол SMS-ке бүйтіп қарап, кім жібергенін көріп, қайтадан мақала жазуға өткен кезде, сіз бір SMS-ке қарағаныңыз үшін 80%-дан 15%-ға дейін сіздің тиімділігіңіз түсіп қалады. Оны мықты ғалымдар онсыз да білген, сондықтан кез келген кезде
бір маңызды керек затпен айналысқан кезде телефонның барлығын жаңағы беззвучныйға қойып, чаттары ешқандай хат келмейтіндей дәрежеге түсіп кейін ғана сол іспен айналысқан. Бұл сіздің тиімділікті ұстап тұруға қатты әсер етеді. Сонымен қатар төмендегі ақпарат айтып өткендей, Тесланың да ең маңызды заттарының бірі бұл әрбір детальға қарау, яғни көп жағдайда мынау осылай бола салады, мынау болады ау деген секілді үстіртін ниетпен сондай дәрежеде қарайтын болсаңыз, онда нәтижені, тиімділікті көрсету туралы ойлаудың да қажеті жоқ. Себебі егер сіз бұл сабақты да тек қана көре салам, болады, бір нәрсесі болар, Назерке не айтып жатыр екен деген секілді ниетпен немесе солай ғана қарасаңыз, онда сіз курс аяқталғаннан кейін ешқандай тапсырмаларды орындамаған соң сол бұрынғы қалпыңызға түсіп, еш нәрсеге үлгермей жүре бересіз. Сондықтан бұл онлайн курстағы ең маңызды тек қана ақпарат қана емес, сіздің практика, тәжірибе жүзінде бұның барлығын жасау болып табылады. Ондай болса, жалпы 3-ші сабақ бойынша осы қосымша ақпарат төменде барлығы жазылып тұр, ал мен сіздерді 4-ші сабақта күтетін боламын.